Құрметті телекөрермендер, Орта Толсын студиясында қонақта шекара әскери қызметінің зейнеткері Түймебеков Сапарғали мырза келіп отыр. Амансыз баға, студиямызға қош келіпсіз. Бірінші кезекте мерекемен құттықтағымыз келіп отыр. Қазақстан Республикасының шекара әскерилердің құрылған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрине бұл саланың қаншалықты қиындығын сіздер жақсы білесіздер. Осы шекарада қызмет етіп жүрген әскерилерге мың алғыс, осы эфирді пайдалана отырып айтқымыз келеді. Алғашқы сауал, өзіңіздің енді осы салада зейнетке шықтыңыз, қаншама жыл қызмет еттіңіз. Не себепті бұл саланы таңдадыңыз? Неге шекарашы қызметі? Рахмет, Айза қарындасым. Мен өзім осы оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысы, Төле би ауданының тумасымын. 1977 жылы туылғам. Үйленгем, отбасымда 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеймін. Мектепті, орта мектепті, екпінді орта мектебін 1993 жылы бітіргеннен кейін 2 жылдай тоқырау заман болды, жүріп қалдық. Сонымен үлкен аға буындар осы әскери салаға оқуға түссең, өкімет бағат, қағат, айлық жалақы уақытылы беріледі. Сонымен осы мамандықты таңдадық ағаларымыздың ақылымен. 4 жыл Алматы қаласындағы шекара әскерлер училищесін оқып, Дзержинский атындағы. Сонымен бітіріп, Жаркент шекара жасағынан бастадық қызметті. Содан осы біздің оңтүстік аймақ ашылғаннан кейін Өзбекстан Республикасынан мемлекеттік шекараны күзетуге жас лейтенант буынды осы оңтүстікке бағыттады. Осы оңтүстікте біз бастап, осы оңтүстіктен зейнеткерлікке шыққан жағдайым бар. Қызылорда, Мерке, Сарыағаш, өзіміздің Төле би ауданындағы Ленгір шекара жасақтарында қызмет атқардық. Енді қазіргі уақытта мен 2020 жылдың қараша айында 25 жылға толтырып зейнеткерлікке шықтым. Қазір 3 айдың 100-і болды. Қайттан осы шекара қызметіне Застава Тарландары Түркістан облысы бойынша қоғамдық бірлестіктің төрағасы болдым. Жалпақ тілмен айтқанда, зейнеткерге шыққан зейнеткерлердің басын қосып, орта мектептерге барып, жас сарбаз, болашақ сарбаздарға ақылымызды айтып, тәжірибемен бөлісеміз дейсіз ғой. Үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Мынау военкомат дейміз қазіргі қорғаныс бөліміндегі шекараға кетіп жатқан сарбаздарымызды әскерден қашып кетпеу үшін, өз-өзіне қол жұмсамау үшін өзіміздің ақылымызды шекараны қалай қорғау керек екен, шыдамдылық керек екендігі жөнінде біз үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Осы тұста енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, осы салаға енді жастарды тарту мақсатында жұмыс атқарамыз деп. Біздегі осы әскерге барған, отанын қорғаймын деп барған азаматтардың басым бөлігі шекара қызметін таңдайды ма? Және де осы шекарашы әскерилердің негізгі қызметіне не кіреді? Атап бере аласыз ба? Қазіргі жас буындар мектептерде біздің әскерилер барып 10-11 сынып оқушыларына видеоролик көрсетіп, шекара қызметінің заңдарын түсіндіріп, дәрістер өткізіп отырамыз. Погран академиямыз бар Алматы қаласындағы. Сол жердегі тыныс тіршілік курсанттардың сонымен таныстырамыз. Сол жерде өздері оқуға баратын ниеттерін айтады. Біз 10-11 сыныптар арасында іріктеуді 1 жыл бұрын жүргіземіз. 11 сыныптың оқушылары жаңа жыл өткеннен кейін қаңтардың 3-4-нен бастап құжат дайындайды. Арнайы тексеруден өтеді, медициналық тексеруден өтеді. 6 ай бойы жаңа құжаттарын жинап Алматыға жібереміз. Сол жерден бізге тізім келеді. Өткендер осындай уақытта келсін, шілде айының басында барып емтихан тапсырады балдар. Емтихан жаңағы өзінің дайындығы жөнінде ма, әскери дайындығынан ба, әлде теориялық емтихандарда болады ма? Бұл жерде бал алу керек, енті дейміз ғой, мектеп бағдарламасындағы 60 балдан кем болмау керек. Сол жерге барғаннан кейін жаңағы дене шынықтырудан өзінің нормативтері бар. 3 шақырым 3000 километр дейміз ғой, былайша айтқанда. 3 километрге жүгіру,
турникке тартыну, жылдамдық 100 метрге жүгіруден, одан кейін өзіміздің тарихтан, Қазақстан тарихынан тапсырады. Және диктант жазады, орыс тілден. Орыс мектебін бітіргенде жаңа сочинение дейміз, мазмұндама жазады. Енді қазіргі уақытта Пагран академиямыз біздің курсанттардан бөлек магистратуранттарды дайындайды. Магистратурадан кейінгі докторантура деңгейінде біз Пагран академия осы 10 шақты жылдың көлемі болды. Майор шегінде, капитан шегінде шекарада қызмет атқарып, өзінің арғарай дәрежесін көтерем деген әскери офицерлер мүмкіншілігі бар. Магистратурада оқып, 2 жыл оқып, әрмен қарай полковник шегіне дейін көтерілуге болады. Докторантура оқуға мүмкіншілігі бар магистратурадан кейін. Олар сол Пагран академияда магистрант офицерлерді сабақ беріп, білім беріп дайындайды. Негізгі қызметіне тоқталсақ, әскери, осы шекарашы әскерилердің. Енді біздің еліміздің шекарасын шегендеп қойды ғой, енді сол шекараны қорғау ғой басты міндет. Бұл шекара қызметі 1992 жылы 18 тамызда құрылды. Біздің тәуелсіздік алғаннан кейін осы тек қана Қытай шекарасымен еді. 91 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін біз Совет одағының кезіне шейін, кешегі 92 жылға шейін біз Совет одағының қарамағында күзетіп келдік. Шекарашылар Қытаймен болды. 6 шекара жасағымыз болды. Ұйғыр аудандағы Шунжы шекара жасағы, Жаркент, Үшарал, Маханшы дейміз, Зайсан, одан кейінгі соңғы шекара жасағымыз Күршім болды. Осы 6 шекара жасағы Қытаймен шекаралас едік. Елбасымыздың арқасында шегеде қағып, біз енді 5 мемлекетпен шекараласпыз ғой. Ресеймен, Алыптай мемлекет, бұл жағымыз Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Каспиймен қорғанатын болғаннан кейін бұл өте проблемный сұрақтар болды. Елбасымыздың арқасында біз шегеде қағып, демаркациялық топтар жұмыс істеп, 15 мыңға жуық километрдегі шекарамызды шегендеп, шекарашылардың штатын көбейтті. Қазіргі уақытта 14 облыс болатын болса, соның 12-сінде департаменттер бар. Департаменттердегі шекара басқармалар бар. Өзіміздің оңтүстікке келетін болсақ, Жетісай басқармасы бар, Сарыағаш шекара басқармасы бар, Ленгір шекара басқармасы бар. Осы жерде біздің әскерилер қызмет атқарады. Басты мақсат контрабанда өткізбеу, қару-жарақ өткізбеу, есірткі затты өткізбеу. Ол есірткі зат өткен күнде біздің Қазақстанда кім кепілдік бере алады? Жастарымыз наркотик есірткі затын қолданып келешекте бұзылып кетуіне. Қару-жарақ өтсе, өзіңіз білесіз, біздің экономикамызға қандай тонау, адамның өлім жазасына алып бару әбден ықтимал. Сол үшін біз еліміздің тыныштығына, қол сұғылмауына, экономикамызға кедергісін келмес мақсатта шекараны күні түні қорғап атқан сарбаздарымыз бар. Бұл сарбаздар жас ерекшеліктеріне қарайды ма осы шекара қызметіне алар кезде? Мысалы, оқуды бітіргендігі, оның бәрі қаралады ғой, дегенмен де жұмысқа тартатын кезде әр шекараға қоярда. Дұрыс сұрақ, Азиза қарындасым. Бұл енді бізде өзінің талаптары бар. 34 жасқа шейінгі келісім шарт әскери қызметіне ала аламыз біз. Сарбаздарда мүмкіншілік бар. 1 жылдық мерзімдік әскери қызметке барып, 6 ай қызмет атқарғаннан кейін, сол жерде өтініш білдіріп, бөлім командиріне, сол жерде ол 6 айдан кейін айлық жалақы ала алады. Уже қалай айтамыз, келісім шарт әскери қызметі басталып кетеді оларға. Қазір мыңда Құдайға шүкір дейміз ғой, елбасымыздың арқасында 2020 жылдан бастап айлық жалақы 100%-ға көтерілді. Орта есеппен келісім шарт әскери қызметкерлері 200-300 мыңның арасында айлық жалақы алады. Одан бөлек бізде квартирный дейміз, пәтер ақыға жалдауға ақысы төленеді. Төленеді, жалдау ақысы. Шамада біздің оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысында 30-40 мыңның арасында бір адамға беріледі. Келісім шарт әскери қызметкер мәселен үйленіп, балалы шағалы болған жағдайда. Балалы шағалы жағдай болғанда әр мүшесіне төленеді. Ол да бір айлық жалақымен тең қосымша айлық жалақы. Сапарға шыққан кезде төленеді.
кімде кім жаңағы шекара қызметінде наряд дейміз ғой, қызметке шыққан кезде тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Киім самосвой дейміз ғой, былайша айтқанда киімі беріледі, жылына 2 рет киім беріліп тұрады. Иә, ол жаңағы мерзімге, маусымға байланысты ғой, жазда, қыста дегендей. Қыста, иә, әр несінде беріліп тұрады. 45 күндік демалыс бар, 45 күндік боевой дежурство дейміз, жауынгерлік қызмет атқару барысында 45 күнге жолына бөлек күн беріледі, мейрам күндері тағы қосылады, сонымен 50 күн 60 күнге шейін. Жалпы жағдай жасалған дейсіз ғой бұл салада? Жалпы жағдай жасалған. Енді елін қорғаймын деген, жерін қорғаймын деген азаматтар қызмет етіп жүр ғой, дәл осы шекара қызметінде. Себебі өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, шеттен жаңағы шекарадан қару-жарақты, өзіңіз айтқан есірткіні өткізбеу арқылы қаншама қылмыстың алдын алып отырсыздар. Осы тұста мысалы біз ақпарат саласында жұмыс жасағаннан кейін көріп жатамыз, шекарада осынша қару өткізбек болған азаматтар ұсталды, немесе осындай есірткімен ұсталды деген сияқты ақпараттарды. Ол кезде сіздер міндетті түрде министрлікке өткізесіздер ме осы ұсталған қару-жарақты, әлде құқық қорғау органдарына ма? Біз таможня дейміз ғой, кеденде алып өткен осы мысалы қарапайым өзіміздің Қазығұрт пост, Сарыағаштағы жібек жолы дейміз. Ол жерде де көп задержаниялар бар. Шекара бұзушылар жаңағы жүк алып баратып, тығып, бізде өзімізде қазір техниканың дамығаны, рапискан деген неміз бар. Құрылғы рентген, наркотик, есірткі заты болсын, қару-жарақ болсын, рентгеннен өтеді. Рентгеннен өткен кезде маркет етіп, компьютерда кәдімгідей көрсетіп тұрады. Бұл бізге жеңілдік. Екінші біздің қызметтік иттеріміз бар үйретілген. Наркотикке, қару-жараққа, взрывчатые вещества дейміз, жаңағы жарылғыш заттарды бірдестен өріп, сигнал береді. Сол кезде біздің әскери қызметкерлеріміз шекара нарядындағы тексереді. Одан әрмен қарай сол жерде өзіміздің әкімшілік жаңағы посттағы әкімшілігіміз деланы істі тіркейді. Сөйтіп өзіміздің әскери басқармалар бар, Сарыағашта, жаңағы Төле би болса, жаңағы Ленгірде, Чимкентте осы жерде. Осы жаққа баяндайды, соответственно біз құзырлы органдарға өткіземіз. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне баяндалады. Өздері енді әртүрлі салада беріледі. Есірткі заты қаяққа өткізіледі. Ары қарай шешім сол кісілерде ғой. Шешім сотқа өтеді, ары қарай содан оларды қылмыстық жауапкершілікке тартады. Енді былайша айтқан кезде әрине оңай жұмыс емес, ол азаматтар қару ұстайды, шекарада тұрғаннан кейін міндетті түрде. Дұрыс айтасыз. Былай қарап тұрсаңыз, әрбір ата-ана өзінің баласының отанына, еліне қандай да бір септігі тиген қалайды. Дегенмен де өкінішке орай жаңағы оқыс оқиғаларда болып жататын кезеңдер болады ғой, сонда қорқыныш та болады. Яғни өмірі сақталған ба бұл әскерилердің? Бұл жерде енді мен өзім тәрбие жөнінде 10-15 жыл істедім, Әзиза қарындасым. Бұл жерде енді біз психолог мамандары жұмыс істейді, полиграфтар жұмыс істейді, іріктеу өте қатаң түрде өтеді. Мынау военкоматтарда жұмыс істейді. Мысалы енді жасыратындығы жоқ. Әулетінде, отбасында суицид жасап қайтыс болғандар болса, бізде шекара қызметіне алынбайды. Бірден отказ жасайды. Сауалнамалар бар қойылатын, тесттер бар өтетін. Кейбір енді балдар бар, сыртқа шықпай, мамасының қасында дейміз ғой, жаңағы анасының қасында. Балдар негізі сыртқа шығарып, жастай араластыру керек. Бізде енді болмады емес, болды. Суицида болған жағдайлар болды біздің кезімізде. Дорожно-транспортный происшествие дейді, жол көлік апаттарына түседі келісімшарт әскери қызметкерлері. Бұның барлығы ішкіліктің салдарынан, жаңағы енді қысымдылықта болады, болмайды емес, әскерде оны жасырудан қажет жоқ. Таяқ жейтін кездер болған, ұрып соғудан да кеткен болған. Оның енді қазір казарма дейміз ғой, жатақханада камералар орнатылған. Қазір енді баяғыға қарағанда азайған бұл. Іріктеу өте жақсы. 3 мезгіл тамағын береді. Командир отделение дейміз, бөлімше командирлері қасында жаңағы қолынан жетектеп бастапқы 3 айда жаңағы адаптация дейміз ғой. Адаптация.
сол кезде жаңағы балаларды бақылауда болады круглосуточно 3 айдай жаңағы балапан ашқан кезде тауық қасында алып жүреді ғой. Тура сол секілді біздің келісімшарт әскери қызметкерлерін бекітеміз. 10 солдатқа бір келісімшарт әскери қызметкер. Сонымен бірге төсекте жатады қасында, бірге дәретханаға барады, бірге тамақ ішеді. Қашан өз-өздеріне келіп адаптацияны период өткеннен кейін олар мемлекеттік шекараны қорғауға қару-жарақ алып, ант қабылдап, біз енді сол антқа адал болсын деп жастарды тәрбиелейміз. Енді жастарымызға көбінесе айтамыз ғой, әскери билет болмаса сіздер қызметке орналаса алмайсыздар, жұмысқа алмайды. Келісімшарт әскери қызметкерлеріне де біз қазір бұрын альтернативный служба дейтінбіз, 45 күн оқып ала беруші еді. Қазір ондай емес, шекара қызметінде міндетті түрде әскерде болу керек. Мерзімді әскери қызметтен өткен балаларды аламыз. Сол жерге барып жаңа өтініш білдірген балалар қалып, әрмен қарай жаңа қызметін әскеримен байланыстырып қызмет атқарып жатқан балалар көп. Енді ол азаматтар мысалы шекара қызметіне алынғаннан кейін де жаттығуды жаңағы өзінің дайындығын, әскери дайындығын әрмен қарай жалғастыратын шығар, тоқтап қалмай. Дұрыс айтасыз. Бізде сабақ өтеді. Келісімшарт әскери қызметкерлермен, офицерлермен әр айдың бірінші аптасында, бірінші аптаның дүйсенбіден сәрсенбіге дейін мысалы офицерлермен сабақ өтеді, профессиональный подготовка дейді. Қалған бейсенбіден сенбі аралығында келісімшарт әскери қызметкерлермен өткізіледі профессиональный подготовка. Яғни тоқтамайды. Тоқтамайды. Әр 6 айда емтихан тапсырады. Біліктіліктерін арттыру үшін жаңағы классный квалификация дейді. Мен тақпаппын, шеберге дейін көтерілуге болады. Екінші классны істейміз жаңағы. Екінші дәрежедегі неге жетсе деңгейге, ол соответственно 10% окладтан, должностной окладтан айлық қосылады. Емтиханын жақсы тапсырса. Бірінші классныйға бізде 20%. Шеберге жетсе 30% должностной окладтан айлық беріледі. Ол да бір мотивация. Аға, осы шекара қызметінде бізде ер азаматтарымыз қызмет етеді ғой, дегенмен де нәзік жандарымыз, психолог маманы деп айтып жатырсыз, нәзік жандар, аруларымыз жұмыс жасағанда, олар да осы әскери дайындықтан өту керек бола ма? Өтеді. Бізде дұрыс сұрақ қойдыңыз, шекара қызметінде 40 мыңға жуық әскерилер болса, соның 5 мың, 6 мыңы әйелдерден құралады. Бізде медицина саласында әйелдер, психологтар әйел, полиграфтар әйел кісілер. Мынау таможня дейміз ғой, жаңа кеденде бізде жаңағы старший смен дейді, аға шекара наряды болып түседі. Бухгалтерлеріміз бар, әйел нәзік жандар бар. Нәзік жандар бар. Олар да жаңағы қару-жарағын алып, тревожный мешогын алып, ерлерше жүгіріп норматив тапсырады. Нәзік жандарымыз енді түрнекке тартынбайды дегенмен басқа жаттығуды жасайды. Пресс качать етеді, өздерінің нормативтері бар. Противогаз киеді, АЗК киеді, жүгіреді, отқа түссек, отқа түседі, суға түссек, ондай барлығын жасайды дейсіз ғой. Қазақтың Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова апаларымыз сияқты батыр қыздар бар, стрельбіш адам бар, орын алып жатқандар бар, жүгіруден, секіруден, жүзуден мықты қыздарымыз бар. Яғни ол азаматтар әскери қызмет атқармаса да, осы шекара саласында болғаннан кейін ол жаттығуларды меңгеруі тиіс. Меңгеруі тиіс, дұрыс айтасыз. Сақтансаң сақтайды деп текке айтпайды ғой. Әрбір жағдайға дайын болу керек деген мақсат шығар мұндағы. Дұрыс, өте дұрыс. Қыз балдарымыз біздің полковник шенінде қыз келіншектер бар. Осы салада көп қызмет атқарып, олардың да негізі мен енді бір нәрсе айтқым келіп отыр. Біз ер балдар жаңадан келеді ғой сарбаздар. Сол кезде олар көп ашылмайды. Біз әдейі дейміз ғой, былай специально өздеріңіз сияқты нәзік жандарды кіргіземіз. Сұхбат, танысу барысында олар ішіндегі сырының бәрін айтады. Әйел адам ғой. Бізге айтпаған, ер балдарға айтпаған сырын біздің қыз келіншектер жай тартып ішіндегісін бәрін шығарып жоғарғы басшылыққа баяндайды. Мына жігітке бақылау қажет па, қажет емес па? Мына осындай жерінде сәл слабыйлық танытып жатыр. Осындай жеріне біз көңіл бөлуіміз керек. Моральный, психологический устойчивость дейміз ғой енді. Мынау жігітке сенуге болады. Бұл өзі піскен. Қыз келіншектерге біздің
келген кездегі сарбаздарымыз көп сырын айтады, содан кейін біз қыз-келіншектерді көбірек жібереміз. Олар пайдасы көп дейсіз ғой. Педдневник дейміз, жаңағы сол жерде жазылады, жаңағы қыз-келіншектерге сырын көбірек ашады. Иә, әрине өте былай қарап тұрсақ, психологтар ғой енді, ол азаматшалар, жұмыс жасайды, енді әртүрлі қызметте. Жұмысы көбісі ойлап жатады, жаңа оңай деп, дегенмен де ауыр екенін бізде оны айтқымыз келеді, себебі әйел азаматтарға, әсіресе нәзік жандарға дәл осындай ережені сақтап, талаптармен, жаттығуларды жасай отырып, оның үстіне отбасын бірге алып жүру, ол өте қиын. Дегенмен де өзіңіз айтып отырғанда моральдық жағынан, психологиялық жағынан ер азаматтардан қарағанда нәзік жандар мықтырақ келеді, төзімді келеді. Бір жақсы сөз бар, Азиза. Әйел адам бір қолымен дейді, баласының бесігін тергітсе, екіншісімен әлем тергітеді. Біздің әскери қызметкерлер ер балалар сияқты таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 6-7-ге шейін, 18-19:00-ге шейін жұмысын істейді. Үйге барғаннан кейін балалардың жаңағы тамағы бар дегенде, ердің тамағы бар, киімін үтіктеу керек, үй жинау керек. Барлығын үлгереді ғой. Жексенбі күндерде ол кісілерге көбінесе біз енді выходной беруге тырысамыз, бірақ кейбір қыздарымыз сенбі, жексенбі күндері нарядта тұрады. Жақсы, өкінішке орай аға, бізге берілген уақыт аяқталып отыр. Осы тұста көп рахмет айтқым келеді. Біраз ақпараттармен бөлістіңіз. Біздің осы салаға барам деген жастар мәліметке қанық болған сыңайлы. Көп рахмет тағы да. Әріптестеріңізді мерекемен құттықтасаңыз мархабат, сонымен сұхбатты аяқтасақ. Құрметті шекарашылар, осы сәтті пайдалана отырып, мен сіздерді мына 18 тамыз шекара қызметінің құрылған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық. Мына жасап атқан, атқарып атқан қызметтеріңіз алға баса берсін. Мына офицерлер тарапына уақытылы әскери шеңдерін алсын деген тілек білдіргім келеді. Мына жас сарбаздарымыз, біздің мына бейбіт азаматтарымыз тыныш ұйықтап атқан сіздердің арқаларыңыз, күн түн демей, ауа райының ыстығына қарамай, жауын шашын, боранды күндері қорғап атқан сарбаздарға алғысымыз шексіз. Біз әрқашанда сіздерге үміт артамыз. Біздің жас егеменді Қазақстанымыздың болашағы сіздер. Барлықтарыңызға сәттілік, мынау мейрам құтты болсын. Келер жылғы мейрамға төрт көзіміз түгел, еліміз аман, жұртымыз тыныш жете берейік. Мына телевидение қарындасымызға рахмет, Азиза, шақырып, сұхбат алып, барлықтарыңызды құттықтаймын. Көп рахмет. Шақырып, мына интервью алғандарыңызға. Рахмет аға, тағы да мереке құтты болсын. Құрметті телекөрермендер, ал сіздер арнадан ауыспаңыздар, алда өзге де қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Нарты арнасы қосылы болсын.